Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Міне бүгін жолымыз Алматы облысы Іле ауданы Жетіген ауылына түсіп тұр. Сағат таңғы 9 шамасы. Ауа райы тамаша, көңіл күйіміз керемет. Алда 70 шақырымдай жол бар. Ұстазым менің, ұстазым, өзіңмен өткен қыс жазың, қалдырған ізін мәңгілік, жанымда тұрар жаңғырып. Ұстазым менің, ұстазым. Дей келе, Жетіген ауылының 11 сынып түлектері Алтын мектебімен қоштасқалы отыр. Осыған орай біз де Виньетка KZ түсірілім тобы арнайы осы мектепке ат басын бұрдық. Тек бізбен бірге болыңыздар. Сәлем достар, мен 11-ші А сынып түлегімін. Бүгінгі күніміз өте сәтті және қызықты өтіп жатыр. Бүгінгі жұмыс барысында біз естелік суреттерге түсудеміз. Бұл суреттердің мақсаты ертең біз жаңағы үлкен болашақ өмірдің табалдырығына аттаған кезде сыныптастарымды, достарымды сағынған кезімізде осы фото жинақтың ішінен олардың бет бейнесін көріп еске аламыз. Сол себепті басты мақсат бұл жерде достарымды сағынамын, сыныптастарымды өте жақсы көремін. Сондықтан да осы фото сурет жинақтарына бүгінгі өте көңілді күймен фотоға түсудеміз. Мен ұстазбын. Ұстаздық еткеніме биыл топ-тура 25 жыл болды. Мынау бүгінгі 11-ші А сыныбы менің осы мектептегі 4-ші түлегім. Мыңнан тұлпар, 100-ден жүйрік шығады дейді. Мен осы ОБТ-ға аттандырғалы отырған 22 түлегімнен үлкен үміт күтемін. Үмітімді ақтайтындарына сенемін. Құрметті көрермендер, бағана айтып еді ғой, қызық болып отыр деп, жұмыс одан да қыза түсуде. Сәлеметсіздер ме? Сіздермен бүгін Виньетка.KZ. Және сіздердің алдарыңызда жас түлек Сабыр Әмірбек. Сізге деген сұрақтарымыз, осы бір өміріңіздің маңызды сәтін. Короче, маңызды сәті. Өмірдегі адам басында болатын ең басты маңызды сәттердің бірі ол мектепті бітіру. Біз енді мектепті бітіреміз. Шама бітіреміз бітіргенде де? Бітіргенде қазіргі сезіміміз күшті, бірақ та бітірген кездегі сезімімізді енді айтып, сөзбен айтып жеткізе алмаймыз. Мұхтар деген аға жоқ па не бұяқта? Мен ғой Мұхтар деген. Серьезно? Жоқ. 11-ші сыныпты бітіргін келеді ме? Бәрі қызық өтсін дейсің бе? Онда Виньетка.KZ. Сәлеметсіздер ме? Сіздермен бірге Виньетка.KZ. Сіздердің алдарыңызда 11-ші сынып жас түлегі Сабыр Әмірбек. Сіз осы бір студияның келуіндегі өзіңіздің бір неңіз айтып жүрсеңіз, сезіміңіз. Сол бүгінгі студия келіп, сюжетке түскенімізге өте қуаныштымыз, бізге ұнады, бәрі қуанып жатыр. Енді Құдай қаласа қалаға шығып. Қаланың екі жеріне, қаланың бір жеріне. Ақшасы өте арзан, шын айтам. Мектеп. Мектеп. Бұл бір балалық шағыңның. Мектепті еске алсам бар ғой. Әмір, мен сен шын айтам бар. Мектебімнің әрбір бұрышын білем. Соғыстан қашып тұғылған кезімді білем. Шірк. Қаштың ғой, бірге қаштық қой. Әрбір мұғалімнің айтқан сөзін білем. Сен жайлы, мен жайлы. Бірақ та
осы бір білімімді енді мектебің мынау классың. Осында 10 жыл тұрасың. Тарыдай болып кіресің, таудай болып шығасың. Мұнаны телевидениеге алсаң кадрың бәрін бұзады ғой. Мынау қарағым қайда? Мектепті бітіргін келеді ме? Онда сенді Винетка.kz-ге хабарлассаңшы, қортығыма дейсіңді. Қарамышығыма, сарымышығыма деп қойды. Хамит ағайға хабарлассаңшы. 11-дің жас түлегі. Мектеп жайлы айтақ. Сүріп тұрған ағайын. Енді не дейміз, осы 11-ші сыныпты бітіруші түлектерімізге 2015 жылғы алдарында келатқан үлкен бір сынақтан жақсы тапсырып сүрінбей өтіңдер. Бәріне сәттілік. Сәттілік деп. Ағай сөйтейік, ә? Қалан екі жеріне, сыртына бір жеріне. Ол туралы айтпаш, видео түсіріп жатырмыз ғой біз. Сізден бір-екі сұрақ алып жүрсек. Оны қойын сен. Сізден алмай қойықшы. Қойшы давай, сұрақ қойшы. Сұрақ ба? Шашыңыз неше сантиметр? Шашымның өскеніне енді 1-2 сағаттай болып қалды. Осы Винетка.kz-дің арқасында бәрі. Бәлінсе, натуре адам екенсің, е? Ладно. Кішкене, серьезнырақ болсыш? Бұлай онда сұрақ қой, мен саған қойшы сұрақ. Қойыр. Әркез дайынбыз ғой? Қойыр. Сіз 11-ші сынып бітіріп жатырсыз, Сабыр Әмірбек. Бұл өміріңізде болатын бір өшпейтін, санаңыздан кетпейтін оқиғалардың бірі болып табылады. Осыған деген сезіміңізді айтып жіберсеңіз бізге. Негізі мектепті бітірер кезде сезіміңді сөзбен айтып жеткізу қиын. Сізбен келісемін. Қиналам. Ол сезімді айту үшін де шын керек, жылаймын ғой. Еңіреймін ғой. Әрине, әр адамның басынан өтеді 11-ші сыныпты бітіру, мектеп табалдырығынан аттап кету, сол үшін алып қояды. Слышь, ты что такая детка? Давай, ладно. Армысыздар, бармысыздар. Бүгінгі арнада сіздермен бірге Сабыр Әмірбек. Ол мен. Бәріне сәлем. Біз 11-ші орта мектебінің жас түлегі. Қасындағы. Бойы ұзын емес. Шашы ұзын. Шашы парик. Тісі протез. Әміре Сандуғаш. Рахмет, Енді ВКонтактеден Сандуғаш Өсербайды іздесеңдер болады, негіз бар. Сізге сұрақ қою себебім, мынау бриллиант па таза? Енді бұнда әр жерде сатылай береді. Қой, болды. Проехал. Баймағұл Анель. Хабарластырыңыздар. ВКонтактеден ағылшынша іздейсіңдер. Есіңде ме, Әмірбек? Мектеп бітіріп кеткендегі... Мектеп бітірмедік қой. 25 майдан кейін 1-ші үйінде, балалар күнінде суға түсуге барып едік қой класспен. Қой, 11-ші сынып түлектері. Әмірбек, есіңде ме? Айта бер. Ең бірінші партада кім отырып еді? Қай класста? 11-ші. Құл болсын, береке және Баймағұлова Анель. Анельдің бойы ұзын еді ғой. Мә, қойшы. Юбка, мынандай юбка киіп келеді деді сон. Қандай? Мынандай. Әмірбек, Сайын мен Мархабат есіңде ме? Мә, екеу күшті. Пара еді ғой. Екеу. Әмірбек, сені мен Айме. Түнде холодильникті жиі ашыңыздар. Түнде холодильникте свет не үшін берілді дейсің? Жоқ, сен әңгіме айтпашы олармен. Сәлеметсіздер, сіздермен бірге Әміре Сандуғаш. Және де Астарлы ақиқатын ашып айтайық деген бағдарламада. Бүгінгі қонақта Сабыр Әмірбек. Енді онша емес болса да, енді 11-ші сыныптың түлегі екен шақырып отырсың. Сабыр Әмірбек, сіз осы бізді 11-ші сыныпта бітіретін кезде кімдерді шақырып едіңіз Винеткаға түсіруге? Винетка.kz қой, Хамит ағай десеңдер.
табылады ғой бәрі жерден. Номерін жатқа біледі дейсің ба? Жазып алдым бәрі нөміріңді. Vinetki.kz интернеттен іздесеңдер, любой жерден табасың. Өлең айтайық. Менің атым мақталғанда, шыңдаған тәрбиемен талғамымды. Ей, Ақшолпан, сұлу қыз. Ей. Сәлем. Осы бүгінгі студияда суретке түсіп отырмыз. Соған енді мен өзім сезімдерімді айтып кетсем. Енді келді бізге, келгенде жаман келді, маяққа бір келді, сынаққа екі бірге қойды, суретке түсірді. Қыздарды бұлай түсірді, бірақ енді өте керемет болды деп айтсақ та болады. Және де сіздерге айтатыным, қаланың екі жеріне, қаланың сыртына. Сыныбымызда осындай қыздар бар екенін даже білмеппіз. Соған қатты таң қалып отырмыз. Ол әрине осы Винетка келген Хамит ағайдың ақырқасында. Қасында бір серьезный ағай бар екен. Сөп серьезный екен бәше. Біз енді жас түлек болғансын өзіміздің мектептегі сезімдерімізді, мектеп бітіру сезімдерімізді айтып өтсек. Сәтімізді Винетка түсіп, оны балаларымызда және де өскен кездегі достарымызға, туысқандарымызға көрсету үшін осы Винетканы шақырып отырмыз. Ей, қойсайшы, братан. Адайсы даусын естімейді. Баста. Кім қайда? Армысыздар, құрметті көрермендер. Бүгінгі бағдарламада балалық шақ атты бағдарлама. Бүгінгі біздің студиямызға келетін қонақтарымыз номер 11 орта мектептің Жетіген ауылындағы ауылбай оқушылар келеді. 11 сынып оқушыларын ортаға шақырайық. Ол Әміре Сандуғаш және Сабыр Әмір. Дұғыл шапақ. Бүгінгі студиямызға қош келдіңіздер. Қазірден бастап сұхбатымызды бастай берсек. Сабақ қалай болып жатыр мектепте? Метеш. Сезін кеттіңіз ғой? Кешіңіз, мен айтсам ол. Енді мектеп жайында не айтам сен? Дайындық деген енді вообще нашар. Жарай. Мектеп деген енді, ой, шіркін десеш. Сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Жарайды, давай сау. Сіз кешіріңіз, сіз бүкіл вниманияңыз на студияда болу керек. Начали. Анау сөйлесін. Мен негізі видеодан қорқып тұрмын. Так, балалар, кәне психологический тренинг ұйымдастырып жіберейікші. Әдеріңіз. Басыма сәл бақ қонғанда, Барсың тек менде, келмеймін шектеуге, келгендей қуаныш күлгенде. Есіңде ме, мектептің табалдырығын аттағаның, есіңде ме, әліппені қолыңа алғаның, есіңде ме, мұғалімге басыңнан бір ұрды. Әріпті жаттадың, маған қарамадың, әріп жаттадың. Жаным-ау, сулаған күндер жалғар емес үмітті. Сонда да жалықпаймын сұраудан. Есімде ме сол бір күндер, есімде ме сол бір түндер. Сол күндері жалындаған. Давайте төртеуміз квартет қойық. Жоқ. Жас түлектер. Жас түлектер деген квартет. Роман. Жүрген қол ұстасып, жандар едік біздер ғашық. Кеше ал бұл күні жыныс қашық. Teach me tiger. Вау. Қалай? Білмеймін ғой мен бұны. Ты ворвался в жизнь мою нежданно. Санта Лючия. О боже, мама, я схожу с ума. Нөлін айтшы давай. Қайсың? Қара көзің. 1, 2, 3.
Біз екеуміз бәйшешекте ерте гүлдедік. Қол ұстасып бақыт жырын шертеміз дедік. Ертеде де кеште тұрасың сен есте, мен өшсе де өшпе асылым. Өмір мынау бақ пен қайғы күнде жарысқан, қолы бұлғайсың, әркез алыстан жолда. Ернар айтатын өлең айтаршы. Қайда жүрсің, қайдасың сен, қасымда менің қалмаған, бақытымды неге байқаған. Болды, жүршінен тасыға кетеді. Ладно, жұлдызауырмен ауыр кеттік, рахмет. Сау болыңдар. Бәріне рахмет. Кеш жарық достар, міне vinetki.kz түсірім тобы өз жұмысын сәтті аяқтап қайтар жолға шықты. Оқушылардың көңілінен шықты деген ойдамыз. Дәл осындай көңіл күймен біздің каналға жазылыңыздар. Сіздермен бірге болған Мақсат Қалиев, арнайы vinetki.kz канал үшін. Бұдыш!